Жер шарында адам аяғы баспаған жерлер әлі де бар. Олардың бірі Ну орманды джунгли. Жұмбаққа толы бұл әлем бізді қызықтырады, бірақ сонымен бірге қорқыныш сезімін де ұялатады. Джунглиде алуан түрлі өсімдіктер мен жануарлар мекендейді. Аңыз бойынша бұл жерде алып ағаштар өседі екен. Олардың биіктігі соншалық бұлттарға дейін жетеді деседі. Қазақ халқы табиғатты ерекше құрметтеген. Ата-бабаларымыз орманды ағашты киелі деп санаған. Олардың сенімі бойынша әрбір ағаштың өз иесі, өз рухы бар. Сондықтан ағаштарды орынсыз кесуге, бұтақтарын сындыруға болмайды. Көне көз қариялардан алып ағаштар жайлы көп аңыз естігенбіз. Олардың бірі батыр жігіт пен алып ағаш туралы аңыз. Бұл аңыз ұрпақтан ұрпаққа беріліп, бізге дейін жеткен. Ертеде жер бетінде батырлар өткен заманда бір ауылда жас жігіт өмір сүрген екен. Жігіттің аты Есен. Есен батылдығымен, ақылдылығымен және әділдігімен көзге түседі екен. Бір күні ауылға қайғылы хабар жетеді. Көршілес хандық шабуыл жасап, малдарын айдап әкетіпті. Есен ханға барып, жаудан кек алуға рұқсат сұрайды. Хан Есеннің батылдығына риза болып, оған батасын береді. Есен жаудың соңынан қуып жетеді. Алайда, жау әскері өте көп болады. Жалғыз өзі жауға шабуыл жасау қауіпті екенін түсінген Есен джунглиге қарай бет алады. Джунгли ішінде Есен адасып кетеді. Күндер өтеді, бірақ ол жол таба алмайды. Ақыры, шаршап шалдығып, бір алып ағаштың түбіне отырады. Бұл ағаш соншалықты үлкен, діңіне бірнеше адам жабысып құшақтағандай болады. Есен көзін жұмып, басынан өткен оқиғаларды есіне түсіреді. Ауылын, ата-анасын, достарын ойлайды. Бір кезде ол ағаштың шайқалып жатқанын сезеді. Көзін ашып қараса, ағаштың бұтақтары қозғалып, оған қарай еңкейіп келе жатыр екен. Есен қатты қорқып, орнынан тұра алмай қалады. Ағаш бұтақтарын Есенге тигізіп, оны жоғары көтеріп әкетеді. Есен ағаш басындағы үлкен ұяға түседі. Ояда адам баласы тәрізді сөйлейтін алып бүркіт отыр екен. Бүркіт Есенге қарап, қорқпа, жас жігіт, мен саған зиян тигізбеймін дейді. Есен таң қалып, сіз кімсіз? Мені неге мұнда әкелдіңіз деп сұрайды. Бүркіт, мен бұл орманның иесімін. Сен менің киелі ағашымның түбінде отырдың. Сондықтан сені сынап көрдім. Сен батыл, ақылды және әділ жігіт екенсің деп жауап береді. Есен бүркітке өз басынан өткен оқиғаларды баяндап береді. Бүркіт мұқият тыңдап, мен саған көмектесемін жас жігіт, бірақ алдымен сен менің 3 сұрағыма жауап беруің керек дейді. Есен келіседі. Бүркіт бірінші сұрағын қояды. Өмірдегі ең маңызды нәрсе не? Есен ойланып тұрып, өмірдегі ең маңызды нәрсе туған жерің мен отбасыңды қорғау деп жауап береді.